Barchangizga salam. Sizlarмен Jadra. Bugun yo'ldashimning suyukli salati jo'shning ezikni tayinladim. Жасау жолы өте оңай. Егер қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Әуелі каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен баклажанды жақсылап жуып аламыз. Одан соң видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Үстіне біраз қасық тұз, одан кейін салқын су құйып 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей 10 минут өтті. Осылай барлығын жайып, кептіріп аламыз. Баклажан кепкенше салмасын дайындаймыз. Салмасына көк жуа, укроп, қызанақты осылай майдалап турап шығамыз. Енді салмамыз дайын болғаннан кейін, осылай ыдысымызға жұмыртқаны жарып, шаншқымен араластырып аламыз. Енді баклажанды осылай жұмыртқаға аунатып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Барлық баклажанды қуырып болғаннан кейін соус дайындаймын. Ол үшін майонездің үстіне осылай чеснокты салып, жақсылап араластырамын. Ал енді баклажан толық суығаннан кейін үстіне соусымыз бен салмамызды салып, видеодағыдай етіп орап шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, дәмі өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.